Биылғы көктемде наурыз айында Алматыда айтыс өткіздік. Сонда бір көптен бері болмаған айтыс болды. Ол айтыстың болу-болмауына күмәнданған кісілер де болды. Біздің сонда бастаушымыз болып, демеушіміз болып, Амангелді Ермегеев ептеп қарсы болған. Әкесі мен баласын айтыстырдық. Жандарбек Бұлғақов пен Айтақын Бұлғақовтың айтысы болды. Бұл осы 25 жылдың ішінде өте сирек кездескен ғажайып айтыс болып еді. Сол айтыста кім жеңгенін білмедік енді. Шешем жеңді деп құтылған Жандарбек. Сол Жандарбек Бұлғақов әкесімен айтысқан. Жандарбекпен айтысатын Балғынбек Имашев, бұл да сол ауылдың баласы. Бісміллә деп айтысқа кірісті ұлың, шашам деп сөзден алтын күміс бүгін. Ассалаумағалейкум мұсылмандар, мынау күн баршамызға ырысты күн. Сіздерді де көретін күн бар екен, кетейін шашыратып жыр ұшқынын. Мемлекеттік қызметкерлер қысқарса да ақындарға тиді ғой жұмыс бүгін. Ендеше өлең сөзбен дәріптелсін сүтте үйіп отырған тыныштығын. Мезгілсіз айтыс-қайтыс болды ғой деп ел ішін кезікпетті сыбыс бүгін. Бірақ өнер халыққа қайта оралды, саясаты дарымай жымысқының. Ал халқым ақын олды қолдап жібер, айтыста бір еді де тыныстының. Төрінде астананың жарқылдасын, 2 жыл қында жатқан қылыш тілім май. Бұл қазақ дамыса да сәулеттер боп, басынан өткен талай нәубеттер көп. Азаттықтың жолында азап көрсең, айталам еркіндігің дәл жеткенде. Желтоқсанда жастарға жендет болған, арамызда алшаң басқан дәуеттер көп. Тәуелсіздік сыйлаған тәңіріме дәуеттердің көбісі тәубе еткен жоқ. Желтоқсан келген кезде көшелерді көкелер әдемі деп сәндеп бермек. Негізі түсінгенге қаралы күн әшейін отырғанмен әндеткен бұл. Боздалада боздаған бозынгендей боздағынан айырылған әулеттер көп. Ақбасты Алатаудан қар кеткенмен, Ақжаулықты анадан зар кеткен жоқ. Ассалаумағалейкум діндар ағам. Құдайдан басқа ешкімге құл болмаған. Негізі үлгі тұтар ағам едің, айтыста кірпіштей қып жырғалаған. Өлеңімнің түзеті өрнектерін Жандарбекке ұстаздық қылған ағам. Шәкірт болып жолын бере салама деп өтпенен қарайдай бұлдамаған. Жол берердей күнді айтыс болып жатқан жоқ, бас шығарып кетерем бір жағадан. Сіз түгіл әкелмен де айтсын ғой, жыр айтса құйрығымен сырғанаған. Әкемді өйтіп-бүйтіп жеңіп алдым, бұйырса сізді жеңіп жүлде алалам. Саудада туыстық жоқ деп айтатын өзбектің ақылынан үлгі алам. Балғынбек ешұлылық күтпей-ақ қой, әкесін аямаған бұл баладан ай. Еңбегі өнбестеуші ерінгеннің, қарыны шықпай қайтсын кеміргеннің. Уақ әке сізден үлкен емес шығар, туысы жемқорлар мен жебірлердің. Айтыс тоқтап қалса да арықтамай асын жеп жүргенсіз ау тегін жердің. Қампайған қарыныңды айтпағанда 5 гектар бетіңізден төгілген жүн. Аңқал өлдің арамза молдасындай, сенен басқа бұл жерде семірген кім? Тәуекел молдамен де айтысайын, себебі өз-өзіме сенімдермін.
Молдадан жеңілетін жағдайым жоқ, қырсырым меңгергенмін, шегінбедім. 5 жасымда қолымда пышағы бар, онсыз да бір молдадан жеңілгенмін. Allah uysun sana kalır. Allah'a dana da ol, bala da ol. Kele salıp çiğnemin deyip жатыр ғой. Bir ay mınavun etken kabağanıl. Ağasının jarmaskan sakalına Құдай-ау не болып барат замана бұл. Жандарбек әкесі де, шешесі де Жаппардан жалбарынып қалаған ұл. Ойымда сені жеңу жоқ еді ғой, мойынды қасындағы ағаңа бұр. Бірақ мейірімді қайдан білсін, күшігінде түйені талаған ұл. Айтағындай атақты өз әкесін арбаға байлап қойып сабаған ұлдай. Көп болды конгресс қолға кірмегені. Айтыстың ақбоз атын мінбегені. Бас кеспек болса дағы тіл кеспек жоқ. Қадайын нысанаға сұр жебені. Қызыл тілім қылмыскер болып қалып. Айтыстың басылмады дүрбелеңі. Эфирден 2 жылдай аласталып, орның басты шетелдің кірмелері. 10 күнәнің 9-ы тілден деген. Өзімізде бүлдірдік ау бірдеңені. Тәуелсіздік қарсаңы Құдайға шүкір, патшаның рақымшылық күндері еді. Айтысым амнистия алып қайта шықты, босаған қылмыскердей түрмедегі бай. Отырса халық бізге жайып құшақ. Астағыралла кеп қалды ма айыпты шақ. Микрофонмен қалай қорқытса да жырлайтын туып тұр ғой лайықты сәт. Ағалы інілі болып бізде келдік, егіз аққан еділмен жайық құсап. Әпсәтте молда қылып жібердің қой, әпсәттар дербісәлі шейх құсап. Шейхпен шайқасуға қайдан шықтың, мүфтиліктен дәметкен найып құсабай. Бұл бала деп отыр ғой молда діндар. 70 жыл молдаларды қорладыңдар. Бәрібір бар бәлені жабасыңдар, ендеше сақалдыдан қорғаныңдар. 5 жасында үммет боп сүннеттексің. Жандарбек қайда сенің зорбағың бар. Ол молданың пышағы менде де бар. Маған қарсы келетін жолдағым бар.
Бәкісі бар молдаға қарсы шыққан, денеңде қандай артық органың бар ай. Балғынбек айтыстағы тектеріміз, балаға молда болып беттедіңіз. Шығаса бір жеріңді кесем дейді. Бұл ойдан әрі бармай шектеліңіз. Мен өзім 5 жасымда сүндеттелген, тағы да сүндеттеуге кеппедіңіз. Ол жерді қайта кесе берер, 7 басты айдақар деппедіңіз. Алаға мерейіңді асырайын, сахнада бар құлашпен ашылайын. Молдалар пышағымен қорқытса да қасында жас баладай жасымайын. Ақындардың барлығы саммитті айтты, соны айтып мен де қазір тасынайын. Патшалар Астанада қауышты ғой, бірліктеп қатып жүрген басы дәйім. Халыққа ерекше бір талап қойды, шындық қой, оның несін жасырайын. Балконмен көшелерге шықпа деді, түсіндіріп кетейін осы жайын. Жұртпен бірге үйіңде сен де отырдың дегендей барша заңға қосылайын. Молданы қамап қойса дұрыс болыпты, бәрімізге боп еді осы байым. Қазақстанды масқара қылар ма едің, бір патшаның кесіп ап насыбайын. Көрсетсе де көп тарлан бой, Балғынбек ішіндегі тек тарлан ғой. Сақалды террористен алмай қалған негізі бұл ағамыз сотқар жан ғой. Саммиттің әңгімесін жалғастырсақ, патшалар біздің елді бетке алған ғой. Бірақ Барак Обама келмей қапты, ол кісіні бір көру көп арман ғой. Мен Барак Обаманы түсінемін, жүрегінде қорқыныш көп болған ғой. Қазақстан жайлы мәлімет берген жандар сенің сақалыңа да тоқталған ғой. Сақалдан сезіктенгіш Америкаң, Балғынбекті Бен Ладен деп қалған ғой. Астанам Евразиядың алқасындай, армандар орындалар асқаралы. Көргенде Нұр ағамның қолтаңбасын қуаныштан көзіңнен жастамады. Келешегі кемелдеп болжап кетті. Ол еселін кек біткен қасқалары. Елорда еліміздің жүрегі ғой. Ал отан отбасынан басталады. Үйлен деп сен әдейі қамшыладым. Аман болсаң боласың баспаналы. Жандарбектей қазақтың баласынан одан соң үлгі алады басқалары. Басқамыз бала санын көбейтпесек, патшамыз салған қала бос қалады бай. Әлемге үлгі болған нұрлы Астана, әлемдік тарихтағы тым жас қала. 20 миллионға жеткізу халық санын елбасымыз көтерген бір бастама. Тезірек бір басымды екеу еткін.
басыңа табылады бір баспана. Негізі ең бастысы азаттық қой, арман болған кешегі кіл қасқаға. Азаттыққа бүгінде 19 жыл. Шаттықтан нұрланып тұр күллі Астана. 91-де туылған Жандарбекте елмен бірге келіпті бұл жасқа да. Тәуелсіздік туралы не дейді екен? Тәуелсіздікпен түйдей құрдас балалай. Елді айтып балғынаған көсілуде, інімдеп мерейімді өсіруде. 91-де толғатып анам мені ерекше қойылыпты есімімде. Азаттықпен құрдасымын, тәуелсізбін, ешкімнің құл емеспін есігінде. Біз соғыс пен аштықты көрген жоқпыз, тербелдік бейбітшілік бесігінде. Нұрағандай қаранар бастаған соң қазақтың көркейді ғой көшімілде. Жастардың қаласы деп атап тұрып ерекше қала салды есілімде. Раббыма айтамын сансыз мадақ, ешкімнен кем емес қой несібімде. Қырылған көршілерге қарап қойып, шүкір айтып отырам осы күнге. Жасырмай жайып салса баласырын, жамағат өздерін қой жанашырым. Бір туғандар айырылып бірлігінен көрмеймісің бір таққа таласуын. Ош қаласын ойрандап жарық күнде қырғыздар шақырды ғой тағашуын. Жазықсыздан жазықсыз ел қырылып боп қалды қаласы қан даласы мұң. Ал өзбектер ойбайлап шекарада жат қолында кеткен ай жағасының. Біздің ел шүкіршілік тойын жасап көп халықтың тауып тұр жарасымын. Айбыныңды әлемге асқақ еткен ардақта Нұрағамдай алашұлын. Қазағым тәубаңа кел шүкіріңдай бірлігін көзіңдегі қарашығың. Байлығын қарамына емес сенің, қайғысыз ішіп жүрген қара суыңа. Сөзіңнен ел отырса сапа көріп, оның да себебін біз атар едік. Атақты айтақынға шәкіртпін деп жастайыңнан жүріпсің папам еріп. Әкем сені бір елі тастамапты кәдімгі соңын ерген бота көріп. Содан соң мені сізге тапсырып ет, кенжесін қолға сыймас сақа көріп. Астанаға оқуға түсіп едім, қапияда қалдым ғой қапа болып. Студентінің ғой деп қараспайсың, арбасынып жатса да атан өліп. Балғынбек жағдай сұрап келеме деп жатақта жалықтым ғой жата беріп. Қолыңыздан келетін жақсылық қой, ақыры молда болсың сақал өріп. Студент деп көктейін бермесең де, баламды қуантып бет бата беріп ай. Оп-оңай кетпек біздің батамды алып. Балғынбек нағыз молда атанды анық. Балақай бата деген платный. Білесің бұл заманда қатал нарық. Баяғыда бата берген адамдарға ат мінгізіп жататын шапан жауып. Мен саған ат мінгіз деп айта алмаймын. Балаға көрінмейін қаталданып. Бірақта батаға сен дұрыстап кел, бір қойыңды жетектеп папаңды алып ай. Келеді буындарың бекіп жатыр. Мен саған айтайыншы өтімді ақыл. Балғынбектен бата сұрап көп келеді. Сойған қой ысырап боп кетіп жатыр. Қойыңды соймай-ақ қой, құлағынан тип-типтей қан шығарсаң жетіп жатыр ай. Балғынбек әзіл қойсын басты мінің.
Жандарбек емес пе еді жас құлының? Студентте қой түгіл құмалақ жоқ. Ағатай оның емін тапшы бүгін. Әкемнен тегін бата алмап па едің, қайтаратын жөнің ғой жақсылығын. Жас балаға бір бата бере алмасаң өлгені ғой қазақтың дәстүрінің. Әкеме осы жерде звондасам, айтақынның естисің қасқыр үнін. Телефоннан бергізен теріс бата, білесің әкеміздің бақсылығын. Жандарбектің көрдіңіз жұтынғанын, теріс бара бата берем деп құтырғанын хайлайдым, хайлайдым, хайлайдым. Жұмыс қылмай басардық, дұрыс болар, сұрағанын бере сап құтылғаным хайлайдым, хайлайдым. Жанымдағы Жандарбек құлынында бәйге алды, тұлпардан озған тай болды. Жаса болса жұрт үшін ұйқы беріп қайғалды. Төбел туып қасқадан атына заты сай болды. Имаш бата береді, иләхи әмин жай болды. Хайлайдым. Рахман Рахим Раббым, жасырушы кінәмді, кешіруші күнәмді, барлық мақтау өзіңе қабыл етші дұғамды. Тура жолды нұсқайдың, түсірдің ғой Құранды, пайғамбарым үйретті бір өзіңнен сұрауды. Хайлайдым. Жандарбектей пендеңді тәлімді қыл, иманды қыл, және де сабырды қыл. Хайлайдым. Екі дүние бақытын нәсіп етіп, абыройлы ақ жүзді қадірлі қыл. Хайлайдым. Батам батпасын, батам жерде жатпасын. Қасымдағы Жандарбек айтыстағы тарлан боп, ой өрісі заңғар боп. Елім бүтін ақтасын, халық біткен мақтасын, қыздар біткен жақтасын. Тілмен көзден жәледі, жалғыз Алла сақтасын. Хайлайдым. Ақын болсаң арлы бол, тұлпар болсаң жалды бол. Сақал қойып сәнді бол, мақал менен мәнді бол. Нұр отандай нұрлы бол, жас отандай жанды бол. Бәрін айтта бірін айт, қатарыңның алды бол. Хайлайдым. Тағы бір сөз айтайын, қайта ойлана. Батаңдалда бұл жерден қайқай бала. Хайлайдым. Мазхабы мен ханафи бата берем, сәләфидей әмин деп айқайлама. Хайлайдым. Айналайын Жандарбек, құдайыңа құлда бол, қазағыңа ұлда бол. Нұғман ибн Сәбиттей тарихтағы тұлға бол. Шөлдегенге зәмзәм бол, ашыққанға құрма бол. Атымтайдай мырза бол, мырзатайдай құлжа бол. Берген батам осы ғой, енді осыға мырза бол. Хайлайдым.
қалай деп ойлайсыздар? Қандай баға берейік? Тұра тұрыңыздар, шуламаңыздар. Жандарбекке 10 берсін деген қол көтеріңіздер, 10 деген. Болды. Түсіріңіздер. Балғынбекке қанша береміз? 10. Болды. Көп рахмет.